Hi everyone, today we are going to learn another new words. Few, a few, little, a little. Сәлем достар, бүгін біздер жаңа сөздер өтеміз. Бұл сөздер much, many сөздеріне антоним. Many сөзіне антоним few, яғни саналатын заттарға қолданамыз. Ал енді much сөзіне антоним бұл little, саналмайтын заттарға қолданамыз. Қазақшасы аз деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I have few pens. Менде ручка аз. Немесе it is little rain. Ал енді азғантай сөзі ағылшын тілінде a few, a little болады. Бұлардың алдыңғы екеуінен айырмашылығы аз емес, жеткілікті, яғни кішкене немесе азғантай бар. Мысалы, I have a few pens. Менде бірнеше ручка бар, және бұл ручкалар маған уақытша жетеді. Немесе I have a little money. Менде кішкене ақша қалды. Достар, видео сабаққа лайк басып, пікір қалдырайық.